Сәлем қыздар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Ол үшін батырманы басып тіркеңіздер. Осындай керемет песочный самса жасайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқаны салып, бір қасық шайнақ ложка тұз саламыз, шайнақ ложкамен тұз, және майонез бір шайнақ ложка. Одан кейін бір қасық қаймақ қосамыз. Мен осы қаймақты пайдаланамын. Және маргарин, сливичный берега, пампушка қоссаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Және сүт құямыз. Мен сүтті кейін барып құямын. Осы кезде негізі сүт қойып жіберу керек. Осылардың барлығын осылай жақсылап араластырып. Мінекей қыздар, осылай барлығын араластырып аламыз. Мен сүт есімнен шығып кетіп, кейін барып құю керектігін. Қазір осы жерде мен сүт құйып жіберетін боламын. Сүтті өздеріңіз бір бокал, немесе мен шағын ғана істедім. Сүт және су құйсаңыздар да болады, сүт пен суды араластырып. Осылай қыздар жақсылап қамыры илеп қоямыз. Мінекей қыздар, қамырымызды илеп, осылай үйін қандырып қоямыз. Тағы да бір рет, одан кейін бетін жауып қойып қоятын боламыз. Бір 20 минутқа қойып қойсаңыздар жеткілікті. Осылай алып, барлығын майда-майда бөліктерге бөліп, домалақтай бастаймыз. Осылай мен барлығын жайып алдым да, қыздар, үстіне фаршымызды салып шығамыз. Салмасына картошка, пияз, черный перец, сол заттар кетеді. Көріп тұрғандарыңыздай, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сала бересіздер. Мен осылай барлығын жайып алып, бір кепка қылып шықтым. Мінекей қыздар. Осылай үш бұрышты қылып түйсеңіздер де болады. Немесе осылай мен сияқты өріп істесеңіздер де болады. Бұл да бір әдемі көрінеді, ерекше. Мен көбінесе үш бұрышты қыла салдым, өйткені ол да әдемі көрінеді. Мінекей қыздар, мен барлығын дайындап болдым. Бетіне жұмыртқаны жағып шығамыз. Сосын күнжіт болса күнжіт, мак болса мак сепсеңіздер болады.
мен кунжут себе салдым. Мінекей осылай кунжутымызды сеуіп, самсамыз дайын болды. Осыны печкада пісіріп алатын боламыз. Міне қыздар, самса дәмі өте керемет шықты. Жайып әуре болмайсыздар, песочный самса болды. Бір жасағаннан шығады. Өте керемет, көріп тұрғандарыңыздай. Жұп жұмсақ болып шықты. Барлықтарыңызға ас болсын. Менің YouTube каналыма жазылуды ұмытпаңыз.